Жаңа башы ассалды қойсын. Құтты болсын. Мен енді құттықтап қойды, сіз жаңа айтып кеттіңіз. Бөрібек негізі өте керемет әнші, білесіздер. Барлық жерде өзінің бір ерекшелігімен жүреді. Дұрыс па? Неге Бөрібек бүгін 3 өлеңнен кейін костюмін шешті? Бұрын әр өлең сайын шешеді, білесіздер, иә? Бүгін 15 өлең айтады. Жақсы. 15 теңгелік костюм деймін, Арман. Соны кием дейсің ба? Бұқал кием, олжас киіп ады бар. Айналып дейді, шамалап ұмытпайыңдар. Бөрібек, негізі ағапке, енді Бөрібекке бір жаңа біз азанда Рауан деген бағдарлама бар, бізде Қазақстан Тараз деген. Сол бағдарлама Бөрібек екеуміз шықтық тікелей эфирге. Бәрі звондап жатыр. Бөрібек такой, лапочка, әдемі, анау-мынау деп. Өтірік көп айтамын мен. Бөрібекке айтамын да менші өзімнің ақылым осы жерде енді Бөрібекке қаржылай көмектесетін адамдар болса, бұл жігітке клип түсіру керек болды. Сол кезде бәріне танымал болады. Шын айтамын, Бөрібекке клип түсіріп берейік, бәріміз жабылып, құрмет студенттер жинаңдар 10 теңгеден. Мына Бөрібек Астана, Ақтауға барамыз, Ақтау қаласына, Батысқа барамыз, таксиге отырсақ, Бөрібектің өлеңі шығып тұрады. Тәттім менің, тәттім дейді. Мен айтамын да таксистке, мына менің досым, бауырым десем, біз бұл түрін танымаймыз, бірақ осының өлеңдерін тыңдаймыз дейді. Неге? Өйткені телевизорге Бөрібек аз шығады. Бөрібек телевизорге көп шығарып, Құдай қаласа, базар жоқ театрынан да көресіздер. Бір шабала болып ана Құлшыбек Бөрібекке келген кезде айтқан, осы Құдай қаласа базар жоқ театрына кел, сенің әндеріңді тыңдай, жақсы болса өлең айтады деп. Құдай қаласа өзіңіздің ұлдарыңызды дисктен көресіздер, кішкене бүйтіп отырады. Не үшін Бөрібек бедер керек білесіздер ма? Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Сулейманнан 2-ші орын алған ғой. Шын мағынада ма? Бұл кішкентай кезде Сулейманнан Сулейман. Сонда мынау шықты. Сосын Бөрібек бұрын кішкентай кезінде бүйтіп жүретін, как всегда, қолмен ше. Сосын мама папасы біледі ғой соны. Сосын қайнаған Бөрібек тексеретін болған бүйтіп. Сосын Бөрібек айтамын да пиджак тіктіртеді да, пиджак не қылады? 2 иығы бар, бүйтіп жүреді, как всегда. Бір иығы бар, пиджак тіктірте салмай ма, бүйтіп жүреді. Бір шабала қойып қойды, Бөрібек келді, ағай емес. Рахмет, қалай енді, ұнап жатыр ма концерт? Мен кішкене ұнап жатыр ма концерт? Бөрібек жанды дауыспен айтып жатыр, мына аппараттың бәрі көріп тұрса. Бұндай жанды дауыспен концерт беретін адам әнші аз. Музарт триосы ғана жанды дауыспен берген. Содан кейін Бөрібек қана берген. Мен өзім көрмегенмін, шапалақ ұрып қойды Бөрібекке. Тағы да мен жанды дауыспен өлең айтып жатыр. Қазір сағат 6-та, еш жерден кетпеңіздер, мына телевизорден Анан дейді көрсетеміз сіздерге. Дайындап қойдық, содан кейін артынан Денис болады сразу, Сулейман великолепный болады. Сіздер үшін X4-ді тауып қойдық. Ал енді құрметті қонақтар, біз жүргізгеннен кейін бәрін турецкий сериал көресіздер ма? Турецкий сериал көреді, бірақ үстінде киімдерін қырғыз базарынан. Қыздар жайлы айтайын де, ренжімеңіздер қыздар. Қыз деген өмірдің гүлі, білесіздер. Қыздарсыз жігіттерге өмір жоқ. Мына айтады, бір жігітке 8 қыздан келеді дейді, дұрыс па? Қараңдар залда. Бірінші жігіттер шабалауыңдар, қыздар емес, қыздар ұрмаңдар, аха? Жігіттер Бұрын сен мужиксің ғой жаңа. Мен айтам, ана бер. Бүйтеміз қазір. Қыздар жігіттер, бірінші жігітке ұрады шапалақ, аха? Жігітке ұқсайтын қыздарды ұра беріңдер. Мұрын шыққан жаңа, ойланды. Бүйтеміз қазір, жігіттер, дайындалыңдар, жігіттер, қайдасыңдар, жігіттер! Көрдіңіздер, жігіттер шапалақ ұра береді. Бұлар ят деген жоқ жігіттер. Неге? Өйткені біз жігітпіз. Дұрыс па? Любой жерде шапалақ ұрамыз. Тойда болса сарат жерде алда шығады. Өйткені жігіт ол жігіт, любой жерде жігіт. Ұялмайды жігіт деген. Молодец жігіттер. Міне, көк шапалақ ұрғандар мәтсе, кейбір жігіттер әшейін ұратындар бар бейті. Безук ұрған. А кейбір ұрған, ал енді қарыңдар қыздар. Мен өзім айтам, тоқаңыздар. Ана әпкем дайындалды шашын бейт қойған. Әпкем молодец. Қатты шапалақ ұрып, не жегеніңіз бейт қойып бейт. Дайынсыздар ма қыздар? 1, 2, 3 қыздар!
Жастар ғой, жастар. Кішкентай қызды бүйтіп отырады. Дәпші. Шабаларымыз аузы гараж болмаған. Алдындағы артынан пучок жасап қойып. Қыздар бол, қыздар. Қыздар не шабала бар, ана бір қыздар бар. Қолында соткалар, не істеп? Негізі қыздар жайлы әңгіме айтатын болсақ, мен негізі қыздар жақсы көремін. Қыздар жайлы айтайын. Негізі сіздер жігіттер кім қызымен базарға барып көрді? Бар ма сонда жігіттер қызымен базарға барғанда? Ұялып отырсыңдар, айтсаңдаршы, бар ма? Қызбен барды ма базарға? Түрін әбішіп кетті қойма. Негізі қызбен базарға баруға болмайды. Болмайды екен. Ренжімеңдерші қыздар. Келесі жол подружкалармен барыңдаршы, өздері деп қалғанда. Қызбен базарға бару деген походқа шығуға кәдімгі. Жігіттер ұнаған алып кетеміз болса, кіреміз, кеп көреміз, нормально екен екен, ақша алып кешін төледі. Зашастама кетіп қаламыз. Қызбен базарға барса, кешке дайындалады қыздар базарға. Алла қалайсың, жақсы ма? Келешін базарға барып кетейік. Қай базарға? Ана базарға барып кетейік. Ана вещевой не көріп кетеді, бір рет жеңсе қаламын. Не айтып отырмын, алла деп сөйлеп жатыр. Барайық дейді. Таңғы сағат 9:30-да шығады базарға. Мен бір қызбен бардым базарға. Тамай барайық деп білмейсің ғой. 9:30-да шықтық базарға. Ана қыз дәл сумка алып кәдімгі. Сөйтсем оның ішінде банан, алма кәдімгі. Майовка кеден алып шыққан аламыз кәдімгі. Білетті базарда 85 сағат жүретін. Бетен не жүретін? Не аласың? Альбина дедім. Туфли алам деді. Туфли. Есада. Мақыл деп жүрдім. Мен ойлаймын, жігіттер жақ киіп алатын жадым. Бір туфли кимейді ғой. Келетті. Әдемі екен, бірақ ұнамайды да кетіп барбайды. Адам бетінетке деді ғой, сатушым. Сіз қанша емессің? Шын айтса болады ғой, маған неқе келесің. Сатушым бетін, не үшін деп қолады. Ана ішіне ойлап қалды, барап 5 сағат жүріп бір туфли киіп көрген жоқ қой, білген. Ең соңында кеші мына туфлиді, кеші деп әлем келіздім. Сөйтсем мұрысқа туфли киіп жүріп барған. Киіп көрді ана туфлиді. Ал сосын десем. Мына жер ұнамайды маған, кішкене басқаша істесе керек дейді. Или бүтін болып тұр дейді. Айттым мен, қашан аласың? Амайын деп. Сосын Файзулла деген досым екеуміз барғанбыз. 5 сағаттан кейін қайтып кеттік. Сағат 10-да 4-те қайтып кеттік. Сөйтсем ол қыздар 2 сағат алдыға жүрген ғой базарда тағы да. Подружкасымен. Мақұл дедім. Кешке звондап жатсыз ба енді? Қалайсың ба десем, шаршап қалған. Жақсы деп қойдым. Базарға барып келген адам даусы да. Туфли алма десем. Жоқ, не алдың? Кроссовка білетін дедім. Адам туфлиға барып кроссовкаға өзін ойлаmışшы. Ондай қыздар көп негізгі. Бір қыз көлік алам деп барады да, сапаги алып кетеді кәдімгідей. Мына қыздар деген негіз керемет қызбен таразда қайқап барады жігіттер. Кино театрға алып барып, Евразия деген. Тағы да айтайыншы. Еще вторник, четверг, үште келеді. Біздің Евразияда сол күні ғана толады ғой кәдімгідей. 500 адам. 3 теңге бек отсаңды бәрі ғой, 3 теңге бәрі. Сол күні қыздарға звонок келеді ғой. Бүгін киноға барып қайтайық та кәдімгі. Ертең барайық, біз ертең қолымыз емес та қойдақ жігіттер кәдімгі. Барады, 3 теңге кино көреді, шығады болды. Яғни 5 теңге 3D деген шығып жатыр, білесіздер, көрдіңіздер ме Алматы ресторан 3D? Өлтірген ғой, 3D деп қойды, жіберіп әшкереп қойды сол бір. Енді қыздар аман болыңдар, біздің қанша теңге? 700. Саған 300 қой брат, енді бізді барлығын, біздің көрінеміз барлығы қыздар. Жігіттер, қыздар үшін бір шабалға болып қойыңдар. Қыздар болмасыңдар. Агент деген ауылдан кеттіңіздер, әлі бар ма аулу агент деген? Бар ма? Бар ма? Милашка деген кім араларыңызда? Милашка? Милашка деген. Бірден ойға түрке дейді ғой Милашка деген. Папина дочка бар ма араларыңда? Не деген сөз ол папина дочка деген? Папасы сеніңсіз ба сонда? Аса жасып қойсын, көршіңда дочка деп кәдімгі. Болмаса, beautiful girls деп қойып. Я одна такая деген не деген сөз? Түсіндіңіз, я одна такая не деген сөз ол сонда? Я одна такая. Үш қыздар мы все такие. Вообще қатышы қыздардың аттарында өзінің аттарымен кіргенде Қатипа Солнышаш деген аты жоқ болмамшы. Жігіттердің аты бетті тыш, bad boy. Ja, жігіт өйстеді, bad boy. Арық жігіт болса да мен жәді bad boy. Қалай болса да bad boy, бұлай түссе де bad boy, бұлай түссе де bad boy. Бүйтті bad boy. Ал қыздарын түскеніші, жоқ фигурасын шығарады, жоқ деп жоқ ерін шығарады. Көзі сікси болса да шығарады көзінде. Өзі қиналып күнде, біреу түскеші ол өзі түсіреді ғой дейді. Бүйтіп түсіреді, онша емесізді қайттан түсіреді.
Сөйтіп сосын душқа түспесе басына орамал тағып тастады ғой. Бірақ үстіне көйлек тұрды өйтіп кәдімгідей. Сосын қыздар енді білемін де милашка, аттар көп қой, бәрі қой. Мен ойлаймын кейін сол бүйтіп түсетін қыздар бар ғой, бүйтіп түсетін қыздар. Кейін тойда да сөйтіп түсетін сияқты. Мамалармен де кейін сол қыз үйреніп отырса ғой, бүйтіп тұрып ортада. Және де бұл бәд қой бұл. Біз тойда көп жүреміз, наверное. КВН деген жақсы болды.